Сәлеметсіздер ме? Бүгін қазіргі хит рулеттердің бірі омлетный фаршированный рулетті пісіретін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай рулеттің арасы шашырамай бір-біріне жабысып әдемі болып піседі. Алдымен ыдысқа 3 жұмыртқа саламыз. Оның үстіне 100 грамм сыр. Сыр міндетті түрде жақсы сыр болу керек. Мен комо сырын қолдандым. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сонан соң үстіне 100 грамм майонез саламыз. Онда жақсылап араластырып, сонан соң 3 ас қасық манной круппа саламыз. Мінеки манной круппаны салып араластырамыз. Сонан соң біз үстіне әдемі түс беру үшін краситель қосамыз, немесе куркума қосуыңызға да болады. Мен краситель қосам. 3-тен 1 шай қасық краситель қостым. Сұйық краситель қоссаңыздар да болады. Неге красителімізді саламыз, қасықтың ұшымен алдымен аз-аздан салып, өзіңізге ұнаған түске енгенше араластырып отырып келтіріп аласыз. Оның үстіне тұз, бұрыш татымына қарай саламыз. Масымыз дайын болды. Енді оны духовкаға 180 градусқа 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Біздің пергамент қағазымыз міндетті түрде сапалы болу керек, қыздар. Сапалы, менде фрекенбок пергамент қағазы, оған жабыспайды, өте жақсы. Әдемілеп тұрып, жұқалап жайып шығамыз осылай. Сосын 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Омлеттеріміз салғаннан кейін 15 минуттан кейін бір кішкене ашып көрулеріңізге болады. Сонан соң піскен соң осылай пергамент қағазымен бірге орап суығанша қойып қоямыз. Ал енді салмасына көшетін болсақ, салмасына 250 грамм тартылған ет, бір қуырылған пияз және тұз, бұрыш салам. Жақсылап тұрып араластырамыз. Мен етті өзім тарттым, ешқандай май жоқ, таза мякоть етті тартамыз. Себебі омлетті пісірген кезде ортасындағы майлардың барлығы ағып кетеді. Сонан соң ортасы тесік-тесік болып қалады. Омлеттеріміз суыған соң, оның үстіне фаршымызды қолымызды майлап отырып, жұқалап барлық жеріне жағып шығамыз. Қолымызды майласақ, фаршымыз жабыспайды. Сонан соң фольгаға 2 қайтара орап, духовкада 35-40 минутқа пісіріп аламыз. 40 минутқа қойсаңыздар жақсы. Мен фольгаға ораған жерін видеоға түсірмеппін. Мінеки, сонан соң рулетіміз осындай әдемі болып піседі. Рулет міндетті түрде суығаннан кейін барып турайтын боламыз. Ас болсын.